Шәкіртіне ғашық болған ұстаз. Нұрдәулет өте сымбатты, көп қыздың арманына айналған сері жігіт. Ес білгелі қиындықтан көз ашпай келе жатса да, өмірге деген құлшынысы ерекше күшке ие. Әкесі жастайында қаза болған. Анасы Назым жазылмас дертке шалдығып, мүгедек болып жатқанына қаншама жыл өтті. Ер бала болғанына қарамай, үйдің бар шаруасын жасап, анасына күтім жасап, сабағын да үздік оқып жүрді. Оның қыртыс түспеген шалбарына, жағасы кірлемеген ақ жейдесіне қарап, кейбіреулер өзі үшін ұялатын. Тазалыққа жаны құмар, әділдікті сүйіп, Алланың ақ жолынан таймаған жігіттің үнемі жолы болатын. Міне енді мектебін қызыл дипломға бітіріп, Шымкент қаласындағы Мұхтар Әуезов атындағы жоғары оқу орнына тарих пәні бойынша грантқа ілінді. Жап-жас жігіт анасын арқалап, қалада пәтер жалдап тұрып, оқуын оқыды. Назым ауылда төсектен тұра алмай жатқанда, көршілері, ағайын туыстары келіп көңілін аулағандықтан, сары уайымға салынбай, көңілі жадырап жүруші еді. Қалаға келгелі бері жалғыздықтан құса болып, денсаулығы күннен күнге нашарлай берді. Сонда да ұлы үшін үнсіз бәріне төзді. Нұрдәулет оқудан тіке үйіне асығып, анасының жағдайын жасап, түн ортасына дейін пәтер ақысын төлеу үшін жұмыс істеп келетін. Түннен таңға дейін сабағын оқып, 1-2 сағат қана көз іліп жүре берді. Ешбір қиындыққа берілмей, үнемі ізденісте жүріп, ерекше шәкірт ретінде көзге түсіп, республика аралық бәйгелерде асығы алшасынан түсіп, қанжығасы майланып жүрді. Үй толған алғыс хат. Оқу оқып, ізденісте жүрген жігіттің сана сезімінде махаббатқа орын болған жоқ. Қыз қырғынның бәрі оның соңынан жүрсе де, ешбіріне назар аударған жоқ. 4 жыл көзді ашып жұмғанша өте шықты. Жоғары оқу орнында қызыл дипломға бітіріп, оқу орнының директоры Нұрдәулетке ұсыныс жасады. Нұрдәулет, сен өте дарынды, ізденімпаз, бір орында тұрмай үнемі алға жылжитын ерекше шәкірттеріміздің бірсің. Рахмет үлкен. Саған айтар ұсынысым бар. Егер де қаласаң, біздің жоғары оқу орнында жұмысқа орналасып, өзің секілді мықты шәкірттерді оқытуға қалай қарайсың? Расымен бе? Мен әрине келісемін. Ендеше сенен мықты ұстаз шығарына мен сенімдімін. Іске сәт. Рахмет. Нұрдәулет қызыл дипломын анасына көрсетуге, қуанышты жаңалықты жеткізуге асығып, күнделікті жүріп жүрген жол тым ұзап кеткендей болып, үйіне әрең жетті. Төсекте қара терге түсіп, тыпыршылап жатқан анасын көріп, қолындағы дипломын бір шетке лақтыра салды. Манағы қуанышы отқа су құйғандай басылды. Анасының қолынан қысып ұстап, құшағына алып, терең күрсіне иіскеді. Анашым, әлемнің бар әтірін алып келсе де, мен үшін бұл иістен басқа қош иіс жоқ. Сіздің құшағыңыздан асқан жылулық жоқ. Бар байлығым өзіңізсіз. Мені байлығымнан айыра көрмеші Тәңірім. Балам, Аллаға мың шүкір, осы күнге жеткізгеніне. Балам дипломын алғанша жанымды ала көрмеші. Мен үшін оқуын тастап, ауылда қалып қоймасын. Оқуын аяқталғанша жанымды қанша қинасаң да төземін. Тек жүрегімнің соғуын тоқтата көрмеші деп күні түні жалбарындым ғой. Енді міне дипломың қолыңда. Ауылға кеттік пе? Мен өз үйімде, өз төсегімде жатып, жан тапсырғым келеді. Жоқ, сіз өлмейсіз. Мен оған жол бермеймін. Балам, олай өзіңді қинама. Мен сенің жылағаныңа төзе алмаймын. Көз жасыңды көргім келмейді. Ауылға қайтайықшы. Ағайын туысты соңғы рет көрейінші. Әрине, анашым, сіз не десеңіз сол болсын. Нұрдәулет дереу жиналып, көлік жалдап, анасын өз үйіне алып барды. Туыстары жиналып, күтіп отырған екен. Балам сіздерге аманат. Балам осы күнге дейін бірде-бір қызға көз қырын салған емес. Өзі жар таңдай алмайтынына сенімдімін. Келіндерім, мен сіздерге сенемін. Тәрбиелі, текті жерден шыққан қызға үйлендірерсіңдер. Жеңше, олай демеңізші. Сіз әлі балаңыздың тойын көріп, немере, шөбере сүйесіз. Я, әпке, олай айтпаңыз. Сіз ертең-ақ аяққа тұрып кетесіз. Мені алдап, өтірік айтудың қажеті жоқ.
балам, мен өлген соң мына үйді қаңыратып бос қалдырма. Әкең екеуміз осы үйде немерелерімізбен ойнап жүреміз деуші едік. Әкең екеуміз де ол күнге жете алмай арманда кететін болдық. Маған уәде бер. Бұл үйді тастап кетуші болма. Жарайды, анашым, ешқайда кетпеймін. Осында тұратын боламын, уәде беремін. Үнемі жігіттің екі сөйлегені өлгені деген ұстаныммен өмір сүретін жігіт анасының қазасынан соң туып өскен ауылында өз үйінде тұрып жатты. Мұхтар Әуезов атындағы жоғары оқу орнына жұмысқа шақыртудан бас тартып, өзі оқып, білім алған мектепке тарих пәнінің мұғалімі болып жұмысқа орналасты. Шәкірттерін дос бауырдай, қарындасындай көріп, оларға ерекше түрде сабақ өтіп жүрді. Бұл шағын ауылда көпшілік мақта егінімен айналысып күн көреді. Қыркүйек айынан бастап бүкіл бала-шаға оқуды жиыстырып, мақта терімге шығып кетеді. Міне сол кезде Нұрдәулет ашуға булығып, әр оқушысының үйін жеке-жеке аралап, ата-анасымен тілдесіп қайтты. Бәрінің де айтар жауабы бір: ертеңнен бастап сабаққа жіберемін дейді де, сол баяғыша 25 оқушының 5-еуі ғана сыныпта отырады. Бірінші тоқсандық аяқталып, қараша айында екінші тоқсан басталды. Күн суытып, мақта терімнің қызуы басылып, оқушылар түгел сыныпқа жиналды. 8-ші сынып оқушылары ағайларын орнынан тік тұрып, жылы шыраймен қарсы алды. Алайда Нұрдәулет өз шәкірттеріне ашулы болатын. Сәлеметсіз бе, ағай? Бізге жаңадан оқушы келді. Сен айтпасаң білмейді дейсің бе? Отыр орныңа. Кәне, кітап-дәптерлеріңді бәрің менің партама келіп қойыңдар. Ағай, не үшін? Бір тоқсан бойы не оқығандарыңды тексеремін. Бірінші тоқсанда өткен кез келген тақырыптан 3 сұрақ қоямын. Үшеуі түгел жауап берсеңдер 5, екеуіне 4, біреуіне 3. Ал мүлдем таппасаңдар журналға 2 қоямын. Ағай, олай болмайды ғой. Мына жерде ненің болатынын, ненің болмайтынын сен маған үйретесің бе? Көп сөзді доғарыңдар, қане тез жинаңдар. Оқушылардың еңсесі түсіп, бәрі де кітап-дәптерін ағайларына тапсырды. Нұрдәулет бір-бірлеп бәрін тақтаға шығарып сұрақ қоя бастады. Өкінішке орай бірде-бір оқушы 3-тік бағадан аса алмады. Мен сендерге сонда 1.90 бойы не үйреттім? Ағай, кешіріңіз бізді. Сабаққа келмей, кітап бетін ашпай жүре бересіңдер ме? Кенет жаңадан келген қолаң шашты бойшаң келген сұлу қыз мұғалімнің сөзін бөліп жіберді.